Бүгінгі видеода біз стоп моушн әдісімен танысатын боламыз. Ол үшін бізге телефонымызды штативке жақсылап қатырып қойған дұрыс болады. Қимылдамайтын жерде бір кадр жасап аласыз суреттің. Одан кейін мына бір затты бір кішкене мына жерге жылыстасыз. Тағы бір кадр жасайсыз. Ой, менің қолым түсіп қапты. Одан кейін мына затты мысалға тағы да өзгертесіз. Тағы мынаны қимылдатасыз. Стоп моушн деген яғни фотокадрлардан құралған видеоны айтамыз. Енді дайын фотолардың барлығын мен CapCut приложениясына кіретін боламын. Новый проект батырмасын басамын. Дайын суреттеріміздің барлығын алып аламыз. Добавить батырмасын басамыз. Бізде тұрған барлық видеоның барлығын біз 7 секундқа қысқартамыз ұзақтығын. Төменде міне секунды көрініп тұрады. 7 секундқа қысқартып шығамыз. Жаңа қолым түсіп қалған видеосы қайсет. Артық қажет емесін өшіріп тастаймыз. Сонда бізде play батырмасын басқан кезде осындай видео шығады. Фантазияңызға қарай әртүрлі етіп жасай аласыз, бұдан да көп қып қоса аласыз, қажет емес жерін өшіре аласыз, қаласаңыз бұл жерге музыка қоя аласыз, мына звуки батырмасын басу арқылы музыка қоя аласыз, сосын төбедегі стрелочкамен сохранить етіп аласыз.